Бүгін азаматтың сау кезіледі. 5 жылдан кейін тағы кезіледі. Сондай той үшін. Басқа ұлттың адамдары деген сегодня азаматы серединаға отрежь, через 5 лет опять отрежь. Вы знаете, что отрежь. Ал, баршаларыңызға қош келдіңіздер. Бүгін тойымыздың төріне келіп отырған құрметті қонақтар. Мынау тарихи тасқа соң жазатындай болса өлеттің бүгінгі Мәкеңнің шағында той құтты болсын. Олай болса, қазір сіздердің құрметті қошеметтеріңізбен бүгінгі тойымыздың төріне той иелерін ортаға. Әрине, сыйлайтын қонақ болса. Бар папаға бар. Сол отыр бар. Ана жаққа отырға әкел. Ағамыздың ұрпақтары мен Айылған анамыздың ұрпақтары отырған Жаратушы бір Аллаға сыйына, әр тараптан ынтымақпен жиыла. Армысыздар әлеуметім, қош келді Мақсұт пенен Айманның Наймандардың тойына. Бүгінгі той иелері еңбектерімен еленген, халық құрметіне бөленген, алтын шатырлы шаңырақтан тараған, ардақты ұл қыздарын мәпелеп тәрбиелеп отырған алтын ұяң отбасылық думанды дүбірлі тойы. Оның ішінде әрине Амирдің Тіләшар тойы және азаматтың тұсаукесер тойына қош келдіңіздер ағайын. Қош келдіңіздер. Ардақты тойшылық немесе ортаға сіздердің ыстық ықыластарыңызбен той төріне құрметпен, қошеметпен той иелері Мақсұт атасымен, Айман әжесі, немерелері Амир, Айбар, азаматты қызы Аминаны, ұлы Айдынмен келіні Бағдатты қошеметпен қарсылайық. Қошемет! Сенімдің жан қамыз. Қошемет ағай! Отбасының ортасын қыдырата қорғасын. Тәңірім әрбір отауға тек жақсылық жолдасын. Ал ағайын, қазақта қос тойын қабат болсын, екі дүниең абат болсын дегендей, бүгін мінекей осы әулетімізде бір емес екі той құтты болсын ағайын. Екі батырға болсын ағай. Қазақ баланың соңын кескенде төрден кескен. Қазақ қыз баланы үйіне келгенде, күйеуімен келген кезде төрге шығарады.